тіптен еркектің өсуі де өшуі де әйелге байланысты. Орыстарда бір сөз бар ғой, с одной женой он спился, с другой стал миллионером дейді. Ол рас. Неге әйелдің жауапкершілігіне мойны арта бересің осы деп маған айтады. Айтқандар да болды. Олай емес. Әйел жауапкершілікті өзі мойнына алған кезде күйеу үшін емес, өзінің өмірі үшін, өзінің тағдырына жауапкершілікті бір Аллаға аманат етіп, бір Аллаға тәуекел етіп, өзінің өмірін өз қолына алған кезде ол әйел бақытты бола алады. Бәріміздің де арманымыз бақытты болу. Ал бақытты болу деген ол не? Ол ең әуелі жан тыныштығы. Иманымыздың мықтылығы, жан тыныштығымыз біздің, және де этикеттің ережесі қандай? Ешкімге зиян келтірмеу, ешкімді ыңғайсыз жағдайда қалдырмау. Сондықтан келесі сабаққа келіңіздер. Келесі сабақта ары қарай осы асхана этикеті тақырыбын жалғастыратын боламыз.